осы бұрын біз массаж жасамайтын едік қой. Бұрын біз балаларымыз массажсыздық өскен. Ешқандай патология жоқ. Қазіргі келіндер тек балаларын массажға апара береді дейді. Мен айтатын едім, бұрын болмаған шығар. Ол кезде біз табиғи түрде жайлауда, немесе ауылда таста жүгіріп балалармен бірге, яғни далада ойнаған адамбыз. Жалпы ондай кездерде бізде көп патология, неврологиялық диагноз деп айтайыншы, ортопедиялық диагноз деймін, ондай кездерде болмаған шығар. Бірақ ол кезде де болған, емделмей қалған балаларда болып жатыр дейді. Ең бастысы мен көп ата-аналарға айтатын болсам, ең бірінші сіз көтерер алдында 2 анализді тапсырсаңыздар деймін. Фолиевый кислотаға. Соны тапсырып, және әке мен шеше соны 3 ай бұрын көтерер алдында ішу керектігін айтар едім. Одан кейін міндетті түрде анализ анемияға және витаминге толыққанды чекап өткізу керек. Себебі бізде қазір витаминдер өте аз. Балаларда қазір витамин жоқ деп айтамын. Барлық балаларда қазір анемиямен жүр. Соның себептерінен ешқандай бізде диагноздардан результаттар шықпайды. Өмір бақи ауырады жүреді, ОРВИ болады, пневмония болады, қазір тула салып пневмония, толы инфекционный еместің барлығы толып жатыр. Не үшін? Жалпы бізде көтерер алдында осы анализдерді тапсырмағандықтан деп айтар едім. Сол үшін бірінші анемияны тапсырар алдында гемоглобин, ферритин, железо міндетті түрде тапсыру қажеттігін айтамын. Одан кейін кальций, D3, B12, толыққанды витаминдер, даже мынау железо, қалқанша безіміздегі йодқа дейін тапсыруларыңыз қажетсіздер. Сол арқылы ғана біз баланың денсаулығын қалыпқа келтіріп, және ананың да денсаулығын қалыпқа келтіре аламыз. Содан кейін бізде патология болмайды, балаларыңызға массажға әкелмейсіздер. Тек қана толыққанды просто массаж, профилактикалық түрде массажға ғана алып келесіздер. Жалпы ең бастысы сіздің денсаулығыңыз, одан кейін баланың да денсаулығы мықты болады.